Саламатсыздар ма оқушылар? Сабағымыздың тақырыбы 100 метрге жүгіру, жеңіл атлетика жаттығулары. Жеңіл атлетика, жүгіру түрлері, жүру түрлері, ұзындыққа секіру, биіктікке секіру, спорттық снарядтарды лақтыру және жеңіл атлетикалық көпсайыс болып бөлінеді. Жеңіл атлетика түрлері екіге бөлінеді: өткізу алаңына байланысты және ұйымдастырылуына байланысты. Өткізу алаңына байланысты ашық алаңда және жабық алаңда болып бөлінеді. Ұйымдастырылуына байланысты жеке жарыстар, командалық жарыстар және эстафеталық жарыстар болып бөлінеді. Жеңіл атлетиканың негізгі жаттығулары: тегіс жерде жүгіру, бедерлі жерде жүгіру, жүру, кедергілермен жүгіру, ұзындыққа және биіктікке секіру, лақтыру, жеңіл атлетикалық көпсайыс. Жүгіру қысқа, орташа және ұзақ қашықтық болып үшке бөлінеді. Қысқа қашықтыққа 100, 200, 400 метр және 110 метр кедергілі қашықтық жатады. Орташа қашықтыққа 800, 1000, 1050, 2000, 3000 метрге жүгіру және 3000 метр кедергілі қашықтыққа жүгіру жатады. Ұзақ қашықтыққа жүгіру 5000, 10000, 20000, 42 шақырым, 92 метр марафондық қашықтық және 50 шақырым кросс дала жарысы жатады. 100 метрге жүгіру 4 кезеңнен тұрады: төменгі сөреде тұру, төменгі сөреден шығу, ара қашықтық бойы жүгіру, мәреден өту. Жүгіру кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен танысып өтіңіздер.